Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Бұл видеода мен қалай акциялар сатып алуға болатынын және акция мен ETF-тардың айырмашылығы мен қаржылық биржаның не екенін түсінікті тілде түсіндіріп өтемін. Онымен қоса инвестор мен трейдердің айырмашылығы туралы ақпарат беремін. Инвестиция жасауды қаншалықты ерте бастасаң, соншалықты үлкен нәтижеге жетуге болады. Өркениетті мемлекеттерде экономикалық өрлеуді қаржыландырудың басты жолы бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар кез келген нарықтық экономиканың төлем айналымында маңызды орын алады. Себебі олар арқылы мемлекеттің инвестициялық қызметі жүзеге асырылады. Яғни бұл күрделі қаржы тікелей халық шаруашылығының ең тиімді саласына жіберіледі. Оларды нарық жүйесіндегі өміршең субъектілер ғана ала алады. Қазақстан Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар нарығын құру және оны одан әрі өрістету мақсатында қажетті шараларды жасауда. Бұнда бағалы қағаздар нарығының пайда болуы және оның құрылымы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби мамандары мен бағалы қағаздар нарығының даму жолдары қарастырылған. Акциялар. Акция үлесті немесе меншікті куәландыратын бағалы қағаз. Ол иемденушісіне компанияның капиталының, мүлкінің, кірісінің бір бөлігіне жан жүзінде меншік құқын береді. Компания қанша уақыт жұмыс істеп тұрса, акцияда сонша уақыт қолданылады. Бірақ осы уақыт ішінде акцияның иесі сан рет өзгеруі мүмкін. ETF деген белгілі бір индексті толықтай қайталайтын акциялардың жиынтығы. Мысалы, американдық биржадағы ең танымал ETF ол S&P 500. Яғни ол ақш-тағы ең мықты 500 компаниялардан тұрады. ETF-тардың қарапайым акцияларды сатып алудан айырмашылығы, ETF-ті сатып ала отырып, сіз сол ETF-тің құрамындағы акциялардың барлығын сатып аласыз. Яғни S&P 500 сатып ала отырып, сіз бірден Apple, Microsoft, Oracle, Amazon, Microsoft сияқты өте қатты дамыған компаниялардың акцияларын сатып аласыз. Бұл өте ыңғайлы, себебі егер сіз олардың әрқайсысын бөлек-бөлек сатып алатын болсаңыз, сізге тым көп қаражат керек болады. Ал ETF бағалары әлде қайда арзан. Қазақстандағы ондай ETF болып CASE индекс саналады. Себебі оның құрамында Қазақстандағы ең үлкен компаниялар кіреді. Мысалға, Қазақтелеком, тағы да Центр Кредит Банк сияқты өте үлкен компаниялар. Инвесторлар мен трейдерлер. Инвесторлар мен трейдерлердің негізгі айырмашылығы, инвесторлар ұзақ уақыт бойы өз акцияларын көбейту мақсатында және жалпы капиталды көбейтуге тырысады. Бірақ тым үлкен тәуекелге бармайды. Әдетте инвесторлар 5 жылдан 20 жыл аралығында инвестиция жасайды. Және эксперттердің айтуы бойынша инвесторлар трейдерлерге қарағанда ұзақ мерзімді перспективада әрқашан ұтыста болады. Ал трейдерлер әдетте қысқа мерзімді сауда жасауға бейімделген болып келеді. Оларды спекулянттар деп атайды, яғни олар акцияларды арзан бағамен сатып алып, сәл қымбатырақ сатуды көздейді. Трейдерлер екіге бөлінеді: қысқа мерзімді және орта мерзімді саудагерлер. Қысқа мерзімде сауда жасайтын трейдерлер бір күн ішінде бірнеше акцияны сатып алып және санаулы минуттар ішінде сатып жіберуі мүмкін. Ал орта мерзімді трейдерлер акцияларды бірнеше күн, апта немесе ай бойы ұстап, сосын сатумен айналысады. Трейдер болу үшін көп уақыт және шыдамды нервтық жүйе керек болады. Себебі бұл өте қиын. Қазақстанда халықтың тек 0,15% ғана, яғни 100 мың адамнан кішкене ғана көп азамат ғана инвестициялармен айналысады. Себебі халықтың ішінде адамдардың қаржылық сауаттылығы өте төмен. Салыстырып көрсек, ақш-та халықтың 60% инвестициялармен айналысады. Бұл өте маңызды көрсеткіш, себебі халық өз елінің компанияларының акцияларын сатып ала отырып, елдің экономикалық өсуіне үлес қосады. Сондықтан мен ойымша, нағыз патриоттар Нұр Отан алға деп айқайлайтындар емес, елдің экономикасына атсалысатын адамдар деп санаймын. Онымен қоса, бұл адамдардың өз қаржылық жағдайларын жақсартуға үлкен мүмкіндік. Баука, қалай акция сатып алуға болады деп сұрайсыздар ма? Ең алдымен биржада сауда жасау үшін адам өзіне ұнайтын брокерді іздеп табуы керек. Себебі кез келген адам барып акция сатып ала алмайды. Акция сатып алу үшін адам мен биржа арасында адамның бұйрықтарын орындайтын брокер керек.
Қазақстанда Халық Трейд, BCC Invest, Freedom Finance сияқты брокерлер бар. Жеке мен үшін ең ыңғайлы әрі тиімді брокер Freedom Finance, себебі комиссия аз алады және сауда жасауға арналған бағдарламалары мен сайты заманауи талаптарға сай. Сондықтан маған ұнады. Видеоның описаниесіне мен рефералды сілтемемді қалдырамын. Сол арқылы өтіп регистрация жасауларыңызға болады. Регистрация жасау үшін 2-3 күн уақыт кетеді. Одан кейін акцияларды сатып ала аласыздар. Болашақта мен өзімнің инвестициялық портфеліммен бөлісемін. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басыңыздар.